Кедей қызы мен хан баласы. Бір хан халқын жинап жарлық шашыпты. Менің жасым ұлғайды, төрімнен көрім жуық, менің орныма хан сайлап алыңдар. Тақсыр хан өлсе, баласы хан болады. Баласыз емессіз ғой, балаңыз хан болады, дейді жұрт ақсақалдары. Олай болса, бүгіннен бастап балам хан, соған бағыныңдар, дейді хан. Жаңа хан болған баласының әке-шешесі өліп, арулап көмеді. Бала бірнеше жыл хан болып тұрған соң, халқына айтады: мен ержеттім, енді үйленгім келеді. Тақсыр, үйленіңіз, дейді жұрты. Ендеше қол астымдағы қыздарды тегіс жинаңдар, дейді хан. Құп тақсыр деп уәзірлер іске кіріседі. Бұл хабар елге тарап, әркім қыздарын жақсы киіндіріп алып келеді. Хан биік мұнараның басына шығып, жиналған қыздарға айқайлайды: мен сендердің бәріңді алмаймын, біреуіңді ғана аламын. Онда да жұрттан асқан ақылдыларыңды, не басқалардан артық сұлуларыңды аламын. Сол үшін 3 ауыз жұмбақ айтамын, соны шешкеніңді аламын. Ұқтыңдар ма? Жұмбағымның біріншісі былай: күннің батысы мен шығысының арасы қанша жер? Соны табыңдар. Екінші: жер мен көктің арасы қанша жер? Соны табыңдар. Үшінші: өтірік пен шындықтың арасы қанша? Соны табыңдар. Осы жұмбақтардың жауабын табу үшін 5 тәулік мерзім беремін. Сонымен қыздар бет-бетімен тарап кетеді. Үлкен кішінің бәрі әрі ойлап, бері ойлап, бұл жұмбақтарды шеше алмайды. Күндер өтіп жатады. Бір күні бір қыз қой жайып жүрген шалға кездеседі. Жұмбақ шешудің мерзімі біткен. Қойшы бір байдың малайы екен. Шал қоңыр тоны өмірінде үстінен түспеген. Қоңыр өгізден басқаға мініп көрмеген қойшы екен. Қыз жұмбақтың мән-жайын шалға айтады. Шал айтады: білмеймін, шырағым. Менің 13 жасар қызым бар. Бір білсе, сол біледі. Үйіңіз қайдан деп сұрайды қыз. Анау төбенің арғы жағында бір ауыл отыр. Соның шетінде бір жерін алтын жапқан, бір жерін күміс жалғаған үй тұр. Сол үй біздікі. Қыз іздеп келеді. Ауылдың шетіндегі жұпыны үйді көреді. Ішінен осы шығар деп ойлайды. Үйге кірсе, бір жас қыз кесте тігіп отыр екен. Шаруасының мән-жайын соған түсіндіреді. Қойшының қызы анығын айтпайды. Әлгі қыз ханға келеді. Ол қойшының қызы киініп, артынан қалмай еріп отырады. Келсе, хан 40 уәзіремен дайындалып, мұнараның басына шығып тұр екен. Баяғы қыздардың бәрі жиналған. Жаңағы қойшының қызы солардың шетіне келіп тұрады. Хан айқайлап жар салады: менің жұмбағымның шешуін тапқандар бар ма? Жиналған қыздардың бірде-бірінен үн шықпайды. Хан мұнарадан төмен түсіп, әр қызды жеке-жеке нұқып сұрай бастайды. Бәрі де жоқ таппадым дейді.
ең соңында қойшы шалдың әлгі жас қызынан сұрайды: сен таптың ба нені деп сасқалақтап қалады да қыз бұрын естімегенін айтады. Хан жұмбағын қызға қайталап айтып береді. Сонда қыз ханның бірінші жұмбағының шешуін айтады. Күннің батысы мен шығысының арасы бір-ақ күншілік жер. Оны қалай білдің? Күн ертеңгісін шығады да сол күні батады. Хан екінші жұмбағын айтады. Тақсыр жер мен көктің арасы екі кірпіктің арасында-ақ, дейді қыз. Себебі төмен қарасам жер көрінеді, жоғары қарасам аспан көрінеді. Солай емес пе? Ханның үшінші жұмбағының жауабын шешіп, тақсыр өтірік пен шындықтың арасы 5 елі, дейді қыз. Себебі құлақ естиді, оның естігені өтірік, көз көреді, оның көргені шын. Екеуінің арасы 5-ақ елі. Хан жиналған қыздарды таратып жібереді де уәзірін шақырып алады да: қойшының мына қызын күт, дейді. 15 күннен кейін үйленемін. Құп тақсыр, деп уәзір қызды күтушілерге тапсырады. Айтылған мерзім толғаннан кейін той жасап некеленеді де қызға қосылады. Сонда хан қызға: менен басқаға сыр айтпа деп тапсырады. Егер осы айтқанымды орындамасаң, қанша ұл, қанша қыз тапсаң да тастаймын. Екеуінің көңілдері жарасып, ұл қыздары өрбиді. Бір күні хан үйінде жатып ерігеді. Хан еріксе қалық ойыншық деген бар емес пе? Хан 40 уәзірін шақырып алады да: сендердің қызықтарыңды мен де бір көрейін, дейді. Сендер менің қызығымды көріп жүрсіңдер ғой. Тақсыр көріңіз, дейді 40 уәзір. Сонда оларға хан бір жұмбақ айтады да 1 ай мерзім белгілейді. Жұмбағым былай: өтірік пен шынның арасы неде? Соны табыңдар. Шеше алмасаңдар, бастарың кесіледі. Уақыт өте береді, уәзірлердің ешқайсысы таба алмайды. Мерзім бітіп, уәзірлер хан алдына жиналады. Бұған дейін бас уәзір сұрамаған жан қалмаған соң ханымға барып сұрайды да жұмбақты айтса ханым білетін болып шығады. Бірақ ханға сертім бар, айтпаймын, дейді. Сонда бас уәзір кетіп бара жатып: 40 уәзірдің қаны сенің мойныңда, дейді. Ханым ойланып қалады да бас уәзірді қайта шақырып алады. Қой, 40 уәзірдің қанын мойныма жүктегенше айтайын, азар болса хан мені талақ етіп тастар, деп ойлап, бас уәзірге жұмбақтың шешуін айтады. Сонда өтірік пен шынның арасы қызыл тілде. Неге десең, даудан да, жаудан да айыратын тіл. Өтірік пен шынды да айтатын тіл. Ханға осылай жауап бер, дейді ханым. Бас уәзір хан айтқан жұмбақтың шешуін тапқан болып айтады. Сонда хан: бұл шешуді тапқан кім? деп сұрағанда, бас уәзір өтірік айта алмай: сенің әйелің шешіп беріп еді, дейді. Хан әйелін шақырып алып сұрайды. Ханым шешіп бергенін мойындайды. Хан әйелін талақ етіп тастамақ болады. Сонда әйелі: қолымнан ақырғы рет
дәм татыңыз деп ханға тамақ әзірлеп береді. Мұндай тәтті дәмді тағамды хан өмірі ішпеген екен. Мас болып әйеліне: айтқаным айтқан, тастадым талақ дейді. Тоқта, ұлым бар, қызым бар, тілегім бар дейді әйелі. Хан: бәрін алда, астымдағы тағымды, үстімдегі үйімді қалдырсаң болды деп ұйықтап кетеді. Әйел 40 уәзірді шақырып алады. Үйінен, қора-жайынан, тағынан басқаның бәрін түгелімен өзге жаққа көшіріңдер дейді. 4 күнде осының бәрі орындалады. 5-ші күні ұйықтап жатқан ханды да көшіріп апарып тастайды. Хан оянған соң әйеліне: талақсың дегенім есіңде ме? дейді әйелі. Қалағаныңды ал дегенің есіңде ме? Сондықтан халықты алдым, қазынаны алдым, өзіңді алдым, қора-жайыңмен тағыңды қалдырдым дейді. Хан қараса бәрі рас, өзінің теріс қылығын мойындайды да. Қайтадан той жасап, хан әйеліне 2-ші рет некеленеді.